Тағы қандай сұрақтар бар? Сатқындарды қалай тоқтатуға болады? Тоқаевтың билігін төңкергенде, Назарбаевтың тұтас кланын тазалағанда, Қазақстанда таза, ашық, батыстық үлгідегі демократияны орнатқанда, біз бүкіл ұлт сатқындарын шетінен тізіп отырып, арысы Совет одағы кезінен, берісі Назарбаевтық кезде ұлтқа қарсы қандай жұмыс жасады тұтас тексереміз. Сөйтіп халықаралық бақылаушылар мен әділ сарапшылардың қатысуымен жазалаймыз. 30 жыл Назарбаевтың кезінде нақақ сотталған бүкіл қазақтарды ақтаймыз. Артық сотталғандарға төлем төлейміз. Мысалы, 3 жылға сотталатын болып, Назарбаевтың режимі кезінде асыра сілтеп 20 жылға сотталса, онда оның 17 жылдығына төлем төлейміз. Мемлекеттік төлем төлейміз. Және барлық жаламен сотталған қазақтарды түрмеден босатамыз, олардың бүкіл қылмыстарын ақтаймыз, жаңағы жаласынан арылтамыз, және қазақтарды нақақ соттаған барлық судья, прокурор, полицей, КМБ және қазақтарға жала жапқан барлық сұмырайларды, және барлық судья, КМБ, прокурор, полицейлермен одақтасып қазақтарды нақақ соттауға көмектескеннің барлығын бірін қалдырмай соттаймыз. Міне. Яғни, Қазақстанда демократиялық әділ қоғам орнағаннан кейін, қазіргі қоғамдағы үстем табы өкілдері, әсіресе соның ішінде қазақтың қолына қаным алынғандардың біреуі аман қалмайды. Бірақ сыпырмайын, бәрін соттамаймыз. Әділ, таза, дұрыс болу үшін халықаралық сарапшылардың қатысуымен, дәлел фактілердің болуыменен соттаймыз.